әдебиет мектебінің жобасы 2012-ден бастау алып жатыр. Содан бері біз 55 мыңнан аса кітаптармен бөлістік, жалпы республика деңгейінде бөлістік. 470-ке жуық осы бір айдың ішінде көлемінде жинадық. Оны екі ауылдың мектебіне сыйға тартамыз. Бүгін шағын әңгімелер кітаптары бар, психология тұрғыдан дамытатын кітаптар бар, жалпы даму жағынан қамтитын кітаптар өте көп. Шағын дәстүріне айналып қалған оқушылар, мектеп қызметкерлері, тіпті ата-аналар да қызықты кітаптармен бөлісіп, жинап, ауылдарға тарту етеміз. Сіздерге кітаптар пайдалы және қызықты болады деген үміттемін. Және барлығыңызға сәттілік тілеймін. Жалпы бүгінгі акция бойынша Назарбаев мектебіндегі оқушылар мен ұстаздар, түрлі ата-аналары біздің ауылдық мектепке түрлі ертегілер мен 200-ден астам кітаптар әкелді. Біз қазір оның барлығымен танысып жатырмыз. Соның ішінде Бауыржан Момышұлының «Шқания» кітабы маған ерекше көзіме оттай басылды. Мен ендігі уақытта осындай кітаптарды көп оқимын деген ойдамын. Қазір осы таңда оқушылар мектеп жобасы аясында көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалға айтатын болсақ, ақын жазушылардың датыл күндерінде міндетті түрде сол ақын жазушының кітаптарын оқушыларға ұсынамыз. Олар сол кезде 10 күн аралығында оққан түсініктерін айтып, бізге айтып береді. Кітап оқыған бала өте сөз байлығы көп болады оның. Ұмытып қалмайды оқыған нәрсесін. Ал интернеттен қазір көрсе, шамалдан ұмытып қалады. Ал кітаптан олар сөз байлықтары молая түседі олардың оқуы. Соны айтып, оқушыларға түсіндіреміз әрдайым.